Анардың адам денсаулығына пайдасы. Жеміс ағашының бойы 5-6 метрге дейін барады, 80 жылға дейін, кейде одан да көп өмір сүреді. 3-4 жастан кейін жеміс береді. Жемісін жерге түсірмей тұрып алады. Сәуір айында гүлдеп, күзде жемісін береді. Анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісін қазандық ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стақан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндерін қан қысымы дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісінің дәні құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген пайдалы. Ауыз қуысын дәрілейді. Жеміс қабығынан жасалған инсулин алмастырады. Анар жемісі ангина және фаринит адамдарға өте пайдалы. Радиацияны шығарады. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып қайнату арқылы ағзаға іштей қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығын ішу өтке, тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданылады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығын адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларына қарсы емдік мақсатта пайдаланылады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стақан ыстық суға салып 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 реттен ішкен дұрыс. Ағза тұмауы сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анардың құрамында 15 түрлі амин қышқылы бар. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар болғаны 72 калория болады. Біздің арнамыз ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Келесі енді қандай жеміс туралы айтамыз. Комментарияға жаза кетіңіздер.